Қазақ елі бүгін Ақтайлақ би атындағы орта мектебінде болашаққа бағдар рухани жаңғыру аясында ақиқат ошақтары ұрпақ аузында атты Ақтайлақ би оқуларына арналған аудандық ашық есік күні өтіп жатыр. Мақсаты Ақтайлақ би шығармаларын насихаттап, өскелең ұрпақтың шығармашылық әлеуетін дамыту. Ақтайлақ би оқуларын ашу аудандық білім бөлімінің әдіскері Жанаева Нұржамал Алдамжаровна мен мектебіміздің директоры Қанапьянов Ерзат Биахметұлының кіріспе сөзімен басталды. Бүгінгі жалпы шараның мақсаты рухани жаңғыру бағдарламасының ішінде кіші отан деген бағдарлама бар. Сол бағдарламаның ішінде өлкетану деген бағамы бойынша ұйымдастырылып жатқан шара өзіміздің өлкеміздің би, шешен, елші, ақын, Ақтайлақ би бабамыз туралы мәлімет беріледі. Мына жиналып отырған негізгі мақсатымыз өзіміздің жаңа жақсы айтылып кетті. Өзіміздің елімізден, өзіміздің жерімізден, өзіміздің туған мекенімізден шыққан өзіміздің атақты ұлы адамдарымызды дәріптеу, солардың шығармашылығымен танысу. Солар арқылы өзіміздің бойымызда отанға деген құрмет сезімін, сол сияқты өзіміздің елімізден шыққан, өзіміздің жерімізден шыққан адамдарға деген құрметті біздің қадірлі кішкентай жасөспірімдерімізге ұқтыру, түсіндіру негізгі мақсатымыз. Іс-шара 4 бөлімнен тұрды. Көнеден жеткен қазына Ақтайлақ бидің өмірбаянынан бейнебаян көрсетіліп, білгір бидің шешендік шиырларынан көрініс қойылды. Ақиық ақынның нақылдары мен толғаулары келер ұрпаққа айтып кеткен кір шалмас ғұмырлы өсиеті еді. Бидің өлеңдері мен биге арналған арнауларды мәнерлеп жатқа оқуда мектеп оқушылары келген қонақтарды қатты сүйсіндірді. Жақсы мен жаман арасын ойлап бақшы. Жаман адамның белгісі кемсінеді, кедейді. Жақсы адамның белгісі кісі хақын жемейді. Шығармашылық қанатында атты дөңгелек үстелде келген оқушыларды елші, ақиық ақын, білгір би, қара тілдің шешені деген 4 топқа бөліп тренинг жүргізілді. Ақтайлақ бидің шешендік сөздерін, өлеңдерін талдап, оның астарлы сырларына үңіліп, сыни тұрғыда ойларын ортаға салды. Қажыгелді орта мектебінің оқушысы Еркеназ Шағманова, 236 орта мектеп оқушысы Рысқали Айзере, Хасенұлы атындағы орта мектебінің оқушылары Социал Аружан мен Перизат Төлеутай, Маяковский атындағы орта мектебінің оқушысы Қуатбек Перизат, Георгиевка орта мектебінің оқушысы Хасенова Гүлзат өз ойларын еркін жеткізіп, белсенділік танытты. Аршал негізгі мектебінің оқушысы Ибағат қызы Кәусар, Салқынтөбе орта мектебі оқушысы Тұңғышбай Қайырбектің Ақтайлақ биге шығарған өзек жарды арнаулары көптің көңілінен шықты. Қайырлы күн, бүгінгі ақиқат моншақтары ұрпақ аузында атты семинардан алған әсеріңіз қандай? Сәлеметсіз бе? Бүгінгі ақиқат моншақтары атты семинардан алған әсерім өте керемет. Айтып жатамыз ғой, білгенім 1-9, білмегенім 3-9 деп. Осы семинарға келу арқылы Ақтайлақ би атамыз туралы көптеген өзіме құнды мәліметтер жинадым. Бүгінгі семинардан алған әсерім тамаша. Рахмет. Қайырлы күн, бүгінгі өткен іс-шарадан Ақтайлақ би атамыз жайлы қандай мағлұмат алдыңыз? Шара маған қатты ұнады. Көптеген ақпараттар алып, жаңа балалардың пікірлерін естіп, өзім бір жақсы сезімге бөлендім. Соның ішінде атап өткенде қандай ақпарат алғанымды айтып өтсек, мысалы 17 ақын сыбан деген сөздің түпкі мағынасын түсіндім. Содан кейін Ақтайлақ бидің өмір сүрген жылдары жайлы ақпарат алдым. Және де көптеген өлеңдермен танысып, сол жайлы сараптама алғаннан кейін өзім білімді толықтырдым деп ойлаймын. Сұхбатыңызға рахмет. Соңында шығармашылық топтың сарапшылары аудандық білім бөлімінің әдіскері Жанаева Нұржамал Алдамжаровна мен мектеп директоры Қанапьянов Ерзат Биахметұлы және қазақ тілі пәні мұғалімі Досым Сәуле Түсіпбек қызы қорытынды шығарып, алғыстарын білдіріп, оқушыларды марапаттады. Қайырлы күн, бүгінгі ақиқат моншақтары ұрпақ аузында атты Ақтайлақ би оқуларына деген көзқарасыңыз қандай?
бүгінгі Ақтайлақ би шығармашылығына арналған семинарға көзқарасым ерекше. Өйткені бұл күні ұстаздар да шәкірттер де өз білім дағдыларын көрсете білді. Оқушыларға рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ерекше бір тағылымы мол семинар болды. Оқушылар адамгершілікке байланысты Ақтайлақ абыз атамыздың өлеңдерін, өсиеттерін, шешендік сөздерін талдап, өз ойларын тұжырымды жеткізе білді. Сұхбатыңызға рахмет. Құрметті Нұржамал Дамжарына, біздің білім ордамызға қош келдіңіз. Бүгінгі өткен ақиқат моншақтары ұрпақ аузында атты Ақтайлақ би оқуларына деген әсеріңіз қандай? Енді бұл негізінде аудандық білім бөлімінің 2019 жылға арналған жоспарына сәйкес ұйымдастырылып отыр. Бұнда негізгі біздің бағытымыз, жаңа айттық қой, рухани болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласы бойынша соның ішіндегі кіші отан. Бұл жерде балалардың бағыты. Бұл жерде біздің балалардың жаңағы кіші өзінің отанына деген сүйіспеншілігін, өзіміздің туған елімізден, туған мекенімізден шыққан ұлылардың атын ұлықтап, соларды білу, терең білу, және соларға деген құрмет. Сол арқылы біз балалардың бойында кітап оқуға деген құштарлығын арттыруымыз, екінші балалардың туған жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру, яғни патриотизмді дамыту. Сондықтан енді бұл бүгінгі алған әсерім өте мол. Осы мектеп, сіздердің мектептеріңіз өте жақсы дайындалған, тамаша дайындалған. Сонымен бірге мына біздің келген ұстаздарымыз да, біздің келген оқушыларымыз да өздерінің ой пікірлерін ашық, еркін айтып, өздерінің арнауларын оқыды, аталарына, абыз аталарына деген. Бұның барлығы еркін пікір алмасу болды. Осының барлығы бұл жаңағы ұйымдастырушылар, сіздердің мектептеріңіздің ұйымдастырушыларына байланысты. Сондықтан осы ұйымдастыру өте жақсы жүрді, және бұл өзінің нәтижесін берді деп мен ойлаймын. Барлығы да үлкен әсер алды, өздерінің барлық ниеттерін, көңілдерін қалай өтті, қандай нәтиже берді. Осының барлығын оқушыларымыз да өздерінің арнаулары арқылы, біздің келген мұғалімдеріміз де өздерінің айтқан алғыстарында, өздерінің пікірлерінде ашық білдірді. Сондықтан бүгін тамаша өтті. Біз мектеп ұжымына, әкімшілігіне үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Бұл өзінің болашақ жалғасын табу керек деген біздің ойымыз, пікіріміз бар. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет өзіңізге.